Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді сметаник дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне сармайымызды саламыз. Сармай өте қатты салқын немесе өте жұмсақ болмауы тиіс. Егер де салқын болған жағдайда мен сияқты қолы күштен крошка жасап аламыз. Яғни теркіден осылай сармайды ұнға айналдыра отыра теркіден өткізіп аламыз. Мінекей осындай крошка пайда болды. Жақсылап ұнмен араластырып аламыз. Енді осының үстіне қантымызды саламыз. Қопсытқышты, шым-шым тұз, 2 жұмыртқаны саламыз. Енді осыны жақсылап біріктіреміз. Яғни біріктіріп қамыр илейтін боламыз. Міне осылай біріктіріп алдық. Осындай қамыр шығады. Енді осыны мешогымызға салып, тоңазытқышқа салмасын дайындағанша қоя тұрамыз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға қаймағымызды саламыз. Осының үстіне қантымызды саламыз. 2 жұмыртқаны саламыз. Және де 2 ас қасық ұнымызды салып аламыз. Енді осыны біріккенше миксерлеп аламыз. Формамызды дайындап аламыз. Противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп аламыз. Менде диаметрі 26 см кольца. Осы кольцаның ішіне қамырдың жартысынан көп бөлігін астына тегістеп жайып шығамыз. Және де қалған бөлігін жандарына, яғни бортике жасап шығамыз. Осылай мен салмамды ішіне құйып алдым. Қызып тұрған пешке 180 градусқа 40 минуттай пісіріп аламыз. Міне осындай әдемі және де дәмді сметаник шығады.